Күнде таңертең қақырық түкіресіз бе? Тамағыңызда әрдайым қақырық жиналып тұрады ма? Бүгінгі бейне осы тамақтағы созылмалы қақырық жайлы болмақ. Бейнені дайындап отырып көптеген деректерге өзім де таң қалдым. Тамақтағы созылмалы қақырықтың бар себептерін біліп, ажырату үшін жан-жақты салыстырмалы түрде терең қарастыру керек. Ізденістің алып келер жолы ол көптеген симптомдардың ескерілмей басып тастап отырылуы. Себебі ол симптомдардың әрқайсысы өзіндік бөлек ауру болып қабылдануы мүмкін. Өкінішке орай осы симптомдардың түпкі себебіне ешкім мән бермей жатады. Бар қызық осында. Тамақтағы созылмалы қақырық кезінде адамдар мынандай жағымсыз жағдайларға тап болады. Жұтқыншақта әрдайым қақырық тұрады, немесе жұтынғанда қақырық сезінесіз. Созылмалы жөтел болады, әсіресе түн ауасы кезінде дауыс қарлығып шығады, тамақ жыбырлап тұрады. Тамағыңызда тас тұрғандай немесе бір нәрсе кедергі болып тұрғандай сезінесіз, және инфекциялық жағдай болмаса да ауырып тұрады. Енді осы симптомдардың түпкі себебін анықтайық. Яғни осы жағдайлар кезінде тек бергі көрінісін емдеп басып қана қоймай, тамақтағы созылмалы қақырық неден болатынын тереңнен қарастырайық. Бұл пайдалы кеңес арнасы. Бейнені ары қарай жалғастырмай тұрып, сіздерге өтініш айтқым келіп отыр. Өтініш арнаға жазылмаған, бірақ қарап тыңдап отырған көрермендер команданың жұмысын қолдап, арнаға міндетті түрде жазылып кетуіңізді сұраймын. Ол үшін тіркелу батырмасын басу қажет. Назарыңызға рахмет. Бейнені жалғастырамыз. Тамақтағы созылмалы қақырық аллергия, вирусты инфекция кезінде болып жатады. Бұл көпшілікке мәлім, және де ешбір дәрігер ескере бермейтін түпкі екі себебі бар. Солардың бірі гастроэзофагеальды рефлюкс ауруы, яғни асқазан өңеш рефлюкс ауруы. Бұл жердегі рефлюкс деп отырғанымыз ол кекіру, тікелей мағынасы ол күйіс қайтару. Оқыс естіген жоқсыз. Жұп тұяқты жануарлардың күйіс қайтаратын ерекшелігі секілді болып келеді. Асқазан өңеш рефлюкс ауру кезінде асқазанның жоғарғы қақпақшасынан өңешке қарай қышқылдардың көтерілуі болады. Екінші себебі ларингофарингеалдық рефлюкс, яғни көмей жұтқыншақ рефлюксі. Осы екі жағдайда да асқазанның жоғарғы қақпақшасы жабылмайды. Ал айырмашылығы, асқазан өңеш рефлюкс кезінде қышқылдар өңешке көтерілсе, көмей жұтқыншақ рефлюкс кезінде одан жоғары дауыс шымылдығында жұтқыншақтың артқы қабырғасына дейін көтеріледі. Осы екі жағдай кезінде асқазан қышқылдығының артуына байланысты ем ғана тағайындалуы мүмкін. Бірақ мұнымен қақырықтың жиналуы кетпейді. Тіпті сол емнің кері әсері болып жатады. Ол жайында сәлден соң айтылады. Асқазан өңеш рефлюкс ауру кезінде мына белгілер болады. Қыжыл, кекіру, асқазанның өңешке қарай қышқылдың көтерілуі, шырыштың көбеюі, тамақтың тітіркенуі, тамақта тас тұрғандай сезіну, тыныс алудың қиындауы, жұтқыншақтан шырыштың ағып тұруы. Тағамдық аллергия. Көмей жұтқыншақ рефлюкс кезінде осы белгілермен қатар металдың дәмін сезіну, дауыс шымылдығының аса тітіркенуі және дауыстың қарлығуы бірге жүреді. Жоғарыда айтылған белгілер кезінде дәрігерлер асқазан қышқылдығының артуына қарсы ем жазып береді. Бірақ осы емнің түк пайдасы жоқ екен. Себебі мынада. Осы асқазанның қышқылдығын азайтатын дәрілерден іштің қатуы, іштің кебуі, қышқылды рефлюкс, инсульт пен жоғары қысым пайда болады. Асқазандағы қышқылдың бөлінуін тежей отырып, осы ем кезінде калий, кальций, магний секілді минералдардың сіңуі болмай, асқазанның қышқылдығы бұзыла береді. Сонымен асқазанның қышқылдығын емдей отырып, кері үдерістер іске қосылып отырады екен. Асқазанның жоғарғы қақпақшасы неге жабылмайды? Асқазан өңеш рефлюкс ауруы кезінде де, көмей жұтқыншақ рефлюкс кезінде де асқазанның жоғарғы қақпақшасының жабылмау себебі ол керісінше қышқылдың жетіспеуінен екен, яғни асқазанның тұз қышқылының жетіспеушілігінен. Қалыпты жағдай кезде, яғни сау адамның асқазаны қышқылдығы арту үдерісінде ағуыз және сол сияқты күрделі тамақтарды қорыту кезінде
асқазанның жоғарғы қақпақшасы толықтай бітеліп жабылуы тиіс. Ең түпкі себебі осында. Ал барлық дерлік адамдар асқазаным қыжылдап кекіре бердім деп асқазан қышқылдығын басатын дәрі ішіп алады. Ал бұл дәрілер жоғарыда айтып кеткеніміздей асқазан сөлінің қалыпты түрде бөлінуіне кедергі жасайды. Асқазан тұз қышқылы немесе асқазан сөлі бүкіл ағзаның жұмысына әсері бар маңызды сұйықтық, әсіресе иммундық жүйе үшін. Асқазан сөлінің қышқылды болып келетін себебі ол ауру туғызатын патогенді бактерияларды жою. Адамның асқазаны стерилді болып келетіндіктен, онда бөтен заттардың болуы мүмкін емес. Асқазанға тамақтармен бірге түскен ауру туғызатын патогенді бактерияларды жойып, әрі қарай өтпеуін қамтамасыз етуі асқазан сөлінің қышқыл болуының арқасында. Адам ағзасы мықты иммунды тосқауыл құрады, бірақ асқазан сөлінің қышқылдығы төмендеуі салдарынан ауру туғызатын патогенді қоздырғыштар ас қорыту жүйесінің төменгі салдарына өтіп, адам ағзасын әжептәуір қолайсыздықтарға ұшыратады. Солардың бірі ол аш ішекте бактериялардың тым көбеюі. Бүгінде тура осындай диагноз көптеген жандарға қойыла бастаған. Асқазан тұз қышқылының маңызды қызметтерінің бірі ол ақуыздың толық ыдырауын қамтамасыз етуі. Егер асқазан тұз қышқылы жеткіліксіз болса, онда ақуыздар толығымен ыдырауға ұшырамай, ас қорыту жүйесіне айтарлықтай салмақ түсіреді. Осындай қолайсыздыққа ұшыраған ас қорыту жүйесі қалыпты түрде ферменттер бөле алмайды. Осы жағдайларға ішектердің қабынуы қосылса, ыдырамаған ақуыздар ішек қабырғасындағы тесіктер арқылы қанға өтеді. Адам ағзасы осы ақуыздарға қарсы иммундық жүйені күшейтіп жібереді. Ал бұл үдерістердің барлығы аутоиммунды аурулардың аллергияның дамуына соқтыртады. Қазіргі заманда осындай аурулардың өршіп тұрған кезі екенін медицина мойындаған. Асқазан тұз қышқылының адам ағзасына деген тағы бір пайдасы ол минералдардың сіңуіне қатысуы. Асқазан тұз қышқылынсыз минералдар ыдырап ағзаға ене алмайды. Себебі минералдардың өзі ыдырағанда қышқылдық химиялық заттар түзеді. Ал қалыпты жағдайдағы асқазан тұз қышқылы болса, осы минералдардың ыдыраған бөлшектерін бейтараптап ағзаға қолайлы, яғни зиянсыз етіп енуін қамтамасыз етеді. Сонымен минералдардың ағзаға енуі бұзылса, анемия, яғни қан аздықтың және минералдардың жетіспеушілігін тудырады. Мәселен, калий, кальций, магний, цинк және иод. Асқазанның осы ыдырамаған минералдармен жоғары қышқылдануы ұйқы безінің ферменттер бөлінуі мен өттің бөлінуін қалыптан тыс белсендендіреді. Сол себепті осы асқазанның қоюланған тұз қышқылынсыз ас қорыту жүйесінің жағдайы тез нашарлай бастайды. Бейненің тақырыбына оралатын болсақ, тамақтағы қақырықтың себебі. Осы айтылған себептерге байланысты асқазанның жоғарғы қақпақшасы жабылу қабілетінен айырылып, асқазан сөлімен өт жұтқыншақтың артқы қабырғасына көтеріледі. Адам ағзасы осы тітіргеніштерден қорғану тетігін қосып, шамадан тыс шырыш бөледі. Ал бұл өз кезегінде тамақтағы созылмалы қақырыққа алып келеді. Сол себепті тек тамақтағы қақырыққа қарсы ем қабылдау дұрыс емес. Ең түпкі себебін емдеумен айналысыңыз. Дұрыс жолы сол, яғни асқазанның қышқылдығын басатын дәрілерді пайдалануды біртіндеп тоқтатып, асқазанның өзі қоюланған тұз қышқылын бөлінуін белсендендіретін дәрілер қабылдау керек. Өз дәрігеріңізден барып, асқазанның қышқылдығын ынталандыратын дәрі ұсынуын сұраңыз. Осы жерде ескере кететін маңызды нәрсе, егер сіздің асқазаныңызда ойық жаралар, яғни эрозия, гастрит болатын болса, алдымен солардың емімен айналысу керек. Қорытындылай келе, тамақтану ерекшелігіңізге мән беріңіз дер едім. Тамақтану рационыңыздан астық тұқымдастан, жануарлар етін барынша азайту керек. Астық тұқымдастары ыдырай отырып, біріншіден ол кілегейлі жабысқақ затқа айналады да, асқазанның ішектің қабырғасына жабысып қалады, яғни спайкалар туғызады. Жаңағы кілегейлі жабысқақ зат деп отырғанымыз глютен. Екіншіден, астық тұқымдастарында қабыну үдерістен асқындыратын омега-6 май қышқылы көп.
Бізге керегі омега-3 май қышқылы екенін білеміз. Омега-3 май қышқылы керісінше ағзадағы қабыну үдерістерін басып отырады. Ал жануар еті ол күрделі ақуыз болғандықтан оның ыдырауы ас қорыту жүйесіне ғана емес, бүкіл ағзаға әжептәуір салмақ. Айтпақшы, дүкендегі жануар еті сол астық тұқымдастарын жеп өскен. Жануар етін пайдаланатын болсаңыз, жасыл шөп жеп өскен жануар етін пайдаланыңыз. Тағы бір айта кетерім бар, мұқият болыңыздар. Сіз әр тамақтанған сайын ағзаңыз өте күрделі ас қорыту жүйесін іске қосады. Аузыңызға бір түйір тамақ салсаңыз да, бір тосты тамақ жесеңіз де, сол ас қорыту жүйесі деген бір зауыт іске қосылады. Сондықтан күніне 2-3 рет тамақтанып арасында тісбасарлардан аулақ болыңыз. Өзіңізді ұзақ аш жүруге біртіндеп үйретіңіз. Себебі аш жүрген кезіңізде жаңағы зауыт әбден демалып, тыныштанып, жаңарып отырады. Осымен бейнеміз аяқталды. Пайдалы кеңес арнасында басқа да пайдалы видеолар бар. Егер осы видео сіздерге пайдалы болып жатса, арнаға тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Пайдаңызға жарасын.